ультра успешный, ультра жетістікке жететін адамдардың 7 түрлі әдеттері. Сіздің әдеттеріңіз болашақта успешный болатына жақсы әсер етеді. Адамдардың әрекеттері болашақта успешный болатын білуге болауы мүмкін. Әрқашанда өзіңе сен және өзіңе сенуді жалғастыра бер. Сізде өмірде ең талантты адам болу маңызды емес. Әлемде ең ақылды адам болу маңызды емес. Егер де сіз әрқашанда талпына берсеңіз, сіз Құдай қаласа жетістікке жетесіз. Бұл Дин Кейннің сөзі. Жетістікке жететін адамдардың әдеттері негізі әртүрлі. Бірақ олардың бір керемет бір-біріне ұқсас әдеттер бар, адамның жетістікке жетуіне көмектесетін. Соны қазір біз білетін боламыз. Сол жетістікке жететін адамдардың әдеттерін біз де қайталап көретін болсақ, біз де сол жетістікке жетуіміз мүмкін. Және сол әдеттерді қолданып, біз де сол сияқты жетістікке жете алатын шығармыз. Жетістікке жететін адамдардың әдеттері ол ерте ояну, ерте тұру. Әлемде жетістікке жететін адамдардың көбісі ерте оянады. Және де олар осы таңғы уақытты өте жақсы продуктивны қолданады. Олардың таңдары бір керемет өтеді. Кітап оқу, құлшылық жасау деген сияқты. Отырып ойлану. Мысалы, азанда жетістікке жететін адамдар ерте тұрады да, мақсаттарын жазу, бір күндік мақсатын жазу, ол адамның жетістікке жетуіне жақсы әсер етеді. Әрбір таң сайын, таңды берекелі, дұрыс өткізген сайын біз жетістікке жету мүмкіндігіміз арта береді. Жетістікке жететін адамдардың көбісі самодисциплинаны практиковаться етеді, өз-өздерін дамыту деген сияқты. Өз-өздерін ұстау, жетістікке жету үшін жұмыс жасау керек, әрекет жасау керек. Жетістікке жететін адамдардың бір мақсатқа жету үшін біз жұмыс істеу керекпіз. Бірақ оны көп адам ондан жасаған қаламайды. Адамға самодисциплина керек. Бір нәрсені жасау үшін, өз-өзін қинау үшін оған самодисциплина керек. Мысалы, сізге арықтау керек болса, сіз тамақты азайту керексіз. Немесе де басқа жолдарым бар да, өзіңізді кішкене қинау керек болады. Яғни бұл самодисциплина деген адам өз-өзін кішкене бір әрекетке апаратын, өз-өзін кішкене жұмыс етіп, кішкене артырақ жұмыс ету керек болады. Жетістікке жететін адамдар дұрыс мақсат қояды, дұрыс әрекеттер жасайды. Жетістікке жететін адамдар олар өздерінің мақсаттарын жоспарлап, сонымен әрекет жасайды. Және де сол жасаған жоспарын барынша тырысады, жету үшін барынша әрекет жасап, андай бір энергичный болады олар. Сол мақсаттарын қояды, сол мақсатына жетуге талпына береді. Және өздері мақсаттарын жету үшін дұрыс келеді, дұрыс қарайды. Жетістікке жететін адамдардың тағы бір керемет әдеттері бар, өте көп. Көп жетістікке жететін адамдардың осы байқайтыным, олар өте көп оқиды, көп білім алады. Мысалы, егер де сіз кітап оқымайтын болсаңыз, кітаптан білім алмайтын болсаңыз, сіз өмірде қателесіп, содан сабақ алу керек болады. Ал кітап оқып, сіз басқа адамдардың тағдырларын, өмірлерін оқып, солардан біз опыт ала аламыз. Біз қаншама жылдарды бізге үнемдеп береді. Сол біреудің қателіктерін оқу арқылы біз қателік жасамауға тырыса аламыз. Бір кітаптың авторының кітабын оқу арқылы сол автордың біз как наставник болады, сол кісінің біз ақылын тыңдай аламыз. Әлемде не деген көптеген эксперттер бар. Неге бәрін өзін жасау керексің? Просто сол кітаптан оқып арқылы, сол өмірден өткен адамдардың сабақтарын алып, соны біз өмірде қолдана аламыз. Бір керемет кітап сатып алыңыз, соның ішіндегі керемет пайдалы білімдерді аласыз да қолданасыз. Соның өзі бізге жақсы пайдасын береді. Өмірі тым қысқа. Сол қысқа өмірде біз сол кітап оқу арқылы біреулердің опыттарын алып, соны қолдана алсақ болады. Бірақ кітап оқу, тек қана оқу жеткіліксіз болады. Біз алған білімді қолдану керекпіз. Және жетістікке жететін адамдардың олар чистый, өз мақсаттарын біледі, алдына қойып алған, сол мақсатын талпына береді. Яғни өз мақсаттарын елестетіп, уже олар көреді, қай жерге барғысы келеді, соның бәрі уже ойында, даже бір жерге жазып қойғанда. Жетістікке қатты жететін адамдар, олар нені қалайды, неге жеткісі келетінін олар біледі. Жетістікке жететін адамдар барлық нәрсеге деп келсе бермейді. Яғни өзің мақсатыңа жетіп бара жатсың, ортада біреу келіп өтініш айту мүмкін да, бір сізге қатысты емес,
сіз ол кезде жоқ деп айтуды үйрену керек. Яғни жетістікке жететін адамдардың көбісі өзіне қатысты емес нәрселерге жоқ деп айта алады. Біз де сол сияқты жоқ деп айтуды үйрену керекпіз. Жетістікке жететін адамдар олар настойчивый болады ғой, андай өте настойчивый болады. Біз жетістікке жету жолында тез жеңіліп қалуы мүмкінбіз ғой. Ал шынымен де жетістікке жететін адамдар олар энергичный болады и өз мақсаттарында конца жетуге тырысады, соңына дейін жетуге тырысады. Бұл жерде айтылған насихаттардың бәрі негізі өзіме айтылған. Егер де осы айтылған сөздерден өзіңізге керекті деп ойласаңыз, өзіңізге алып қолдансаңыз болады. Негізі бұл айтылған нәрсенің бәрі өзіме. Егер де осы айтылған ақпарат сіздерге де пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.